Иә, қадірменді көрермендер, Тобыл тынысы бағдарламасы өз жұмысын бастамақ. Олай болса, бүгінгі бағдарламамыздың қонақтарымен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Гүлнар Молдашева, облыстық көркемөнерпаздардың халық шығармашылығы орталығының бөлім басшысы, және де Марксов Мелс, жас күйші. Қош келдіңіздер эфирға. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Керемет. Керемет. Осы домбыра күніне дайындықты қазірден бастап кетіпсіздер. Естіп жатырмыз, біліп жатырмыз. Дайындық барысы қалай болып жатыр? Бірінші сұрақ. Домбыра күніне арналған іс-шаралар ақпан айынан басталып кетті. Шаралар үлкен жаңағы акцияларды, әртүрлі шағын шараларды қамтиды. Бұл шаралар негізі облыс бойынша барлық 20 ауданымыз бар. Сол аудандарда түгел қамтылған. Ол кісілер мысалы әр аудан, әр ұйымдарға барып 10-15 минуттық акция, яғни күй ойнап, өлең айтып, домбырада, яғни домбыраны насихаттайды. Енді қазірден бастап кетіп жатсыздар. Мақсаты неде акция ұйымдастыруды? Оның мақсаты енді ұлттық біздің неміз жаңағы асыл қазынамыз домбыраны насихаттау. Яғни біздің Қазақстан, өзіміз қазақ елі болғасын, біздің мәдениет саласындағы жұмыс істеп жатқан қызметкерлердің ең басты міндеті сол мәдениетті көтеру, жаңа ұлттық құндылықтарымызды жоймай тарату, оның беделін көтеру ғой. Яғни қазір домбырада тек қана қазақстандықтар емес, Инстаграмда ашсақ, біз Ресейдің де, жаңа Американың да, Бельгияның да, Великобританияның да азаматтары домбыраға деген қызығушылығын арттырып, үйреніп ойнап жатқанын көріп жатамыз. Ол өте қуанарлық зат. Бұл неден туындаған қызығушылық өзіңіздің ойыңызша? Жалпы Еуропа елдері, Америка болсын, жалпы төрткүл дүние осы домбыра енді салыстырмалы түрде, мысалға 30 жыл, тәуелсіздік алғалы 30 жыл болды ғой, содан бастап міне соңғы жылдар қатты дамып жатыр, Аллаға шүкір. Не себепті деп ойлайсыз өзіңіз? Ол енді өзіміз қазақ еліміз 30 жылдан бері өзінің беделін, яғни шетелге шығарып көтерді. Қазір соңғы кездегі жаңағы өзіміз жақсы көретін Димаш Құдайбергеновтың арқасында да деп ойлаймыз. Өйткені Димаштың өнері жаңа Қытай еліне барғаннан бері бүкіл әлемге тарап, өзінің жаңа домбырада шебер ойнауымен, өзінің даусымен, табиғи даусымен, яғни біздің Қазақстанның беделін одан да жоғары көтерді деп ойлаймыз. Сондықтан жаңағы сайттарды қарап отырсақ, шынымен де шетелдік азаматтар сол Димаштың өнеріне қызығып, айтқан өлеңдерінде айтып, ойнаған күйлерінде ойнап, жаңа домбыраға деген қызығушылықтарын арттыруда. Ал енді жалпы әлемді айтып жатырмыз, әлем қызығып жатыр деп, қазіргі таңда өз арамызда жастардың қызығушылығы қандай? Өте жоғары деп айта аламыз. Өйткені мынау мектепке барған балалар, мектеп жасындағы балалар, кішкентай ғана өздері 6-7 жасқа келген балалардың өзі домбыра студияларына барып, домбыра кружоктарына қатысып, үйренгілері келіп, талпынып, жаңа күйлерді, жаңа кішкентай болса да, кішкентай қолдарымен күйлерді үйреніп, өздерінің енді дамытып жатқан ұлттық өнерін. Ал енді Мелс, сұхбатымызды сенімен өрбітсек, ары қарай жалпы домбыра күніне қандай күй дайындап отырсың? Домбыра күніне Алаш Зиялысы Ахмет Байтұрсыновтың Арман деген күйін дайындап жатырмын. Не себепті осы күйге тоқталдың? Жалпы өзім жақсы көретін лирикалық күйлер, ондай техникаға түсінікті күйлер. Сондықтан да осы күйді таңдадым. Ең алғаш домбыраның қай жасында ұстадың, және оған осы домбыра үйренуге кім немесе не себепкер болды? Ең алғаш домбыраны 9 жасымда ұстадым. Оған анам себепкер болды. Себебі анам да домбырашы. Соның арқасында қазір домбырамен айналысып жүрмін. Міне енді айтып жатырмыз ғой, мың рет естігенше бір рет көр дейді. Сенен бір домбырамен күй болса, қолға салсақ. Қандай күйді орындайын деп жатырсың? Ахмет Байтұрсыновтың Арман күйі.
бәрекелді. Мінекей нағыз күйді тілсіз өнер десек болады, иә? Осы бір тіл жетпеген жерге адамның ой санасының жеткізіп, осы бір Ахмет Байтұрсынов атамыздың да арманының бір кәдімгідей нағыз күйге балқып, ел осы бір жақсы бір көңіл күйде отырмыз. Айтарға сөз жоқ, енді жүректің елжіреп кеткені соншалық тіпті айтарға сөз таппай жатыр. Ал жалпы енді осы шарада қандай күйлер орындалады жалпы? Біз енді Торғай өлкесінің тумасы, біртуар талант иесі Әбенов Боранбай Қазбекұлының ұсынысымен 7 күй орындалады. Ол бірінші халық күйі жастар, Нұрғиса Тілендиевтің Алқиса, Боранбай Әбеновтың Желдірме күйі, халық күйі Тепен көк, Ахметбековтың Жеңіс күйі, Байтұрсыновтың Арман күйі және халық күйі Сал күрең орындалады деп шешіліп отыр. Ол барлық аудан қалаларға таратылды, бұл күйлердің ноталары таратылды. Сондықтан осы күйлер бойынша дайындық жүріп жатыр. Не себепті осы күйлер таңдалды? Енді бұл бір жағынан адамның жүрегіне жақын күйлер, жаңа көпке танымал күйлер, және де жаңағы айттық қой, мектеп жасындағы балалардың үйренуіне де жеңілірек мектеп программасына, музыкалық мектептерде мектеп программа жоспарына кірілген жеңіл күйлер деп белгіленді. Яғни бәріне бірдей, үлкені болсын, жасы болсын, кәрісі болсын, барлығы да тартылатындай, бәріне ортақ бір қол жетімді. Бұл айтқанда үйренуге мүмкіндік болатын күйлер деп айтуға болады. Үйренуге жеңіл. Ал енді Мэлс осы домбыра тартқан кезде, немесе домбыра өнері дегенде ойына не түседі ең алдымен? Домбыра өнері деген кезде ең алдымен түсетіні табиғат. Себебі әр күйде қазақ даласының бұрынғы әрі қазіргі табиғаты жатыр. Елестетуге болады күй арқылы. Ал енді осы бір өзінің еліктейтін немесе бір күйшілерің бар ма? Бір қарап бой түзейтін? Иә, әрине. Мысалға Құрманға Сағырбайұлы күй атасы деп жатамыз. Және де сыр өңірінің Қазанғап күйіне жалпы солардан үлгі аламын. Несімен ерекше? Несімен есте қалды олар? Домбыраны жалпы дамытқан, бастаған сол кісілер, және де ойнау стилі ерекше, өзгеше. Гүлнар Сәрсенбайқызы, енді сізге осы сұрақты қойсам, домбыра дегенде жалпы ойыңызға не елестейді, не түседі? Әрине, біріншіден жаңағы Мелістің ойына қосылам. Кең дала, жаңа Құрманғазы атамыздың күйлерін естігенде жаңа шауып келе жатқан аттың, жерге тиген тұяқтың дыбысы, жаңағы құстардың шуы, ағаштың желмен жаңа сыбдыры, өзеннің ағып жатқан сыбдыры, мысалы, яғни баланың жылағанда, аңдардың қиқулаған жаңағы әртүрлі дыбыстары бәрі еске түседі. Өте керемет дүние. Жаңағы өзіміз тыңдағанда ішімізде шынымен баурап алып кетті ғой. Сол сияқты жаңа бір кино көріп жатқандай бір әсерде қаласың да, алдыңнан жаңағы сол табиғат құбылыстары елестеп көзің алдыңнан өтеді. Иә. Абайша айтқанда құлақтан кіріп бойдалар, әсем әнмен тәтті күй дейді. Осы тәтті күйіміздің бірі мінекі ортамызда да отыр, ол жаңа шырқалды күйіміз. Сондықтан да енді алдағы уақытта мінекей домбыра күніне байланысты осы жылдан, өзге жылдардан несімен ерекше болмақ? Өзге жылдардан ерекшелігі бұл енді ұлттық домбыра күні 2018 жылдан бастап шілде айының 1-ші жексенбісі ұлттық домбыра күні деп бекітілді ғой. Содан бері енді қай сала, қалай өткізсе де өз еркімен болды ғой. Енді бізде биыл, яғни облыс әкімдігінің қолдауымен жаңаша бір неде өткізу іс-шаралар ойластыру нетті, тапсырма болды. Сондықтан біз бұны ақпан айынан бастап акцияларды өткізіп, және 8 маусым күні ұлттық домбыра күніне арналған жаңағы біздің үлкен челленджіміз басталады. Ол челлендж
жаңа 8 маусым күні Арқалық қаласы 2000 домбырашымен басталады. Одан кейін екінші күні Амангелді ауданы 1000 домбырашымен, одан кейін Жангелді ауданы 500 домбырашымен, солай барлық 20 аймақ өздері жалғастырып кетеді. Ең соңында Қостанай қаласы 7 шілде күні домбыра күнін, яғни осы домбырашылар 700 домбырашымен аяқтайды. Қателеспесем, осы Арқалық қаласында өткен жыл 1000 домбырашы. Ол осы рекорд болды ма? Рекордтар Гиннесіне кірді. Ол тамаша бір жаңалық болды. Ол Амангелді ауданының ұйымдастыруымен жақсы іс-шара өтті. Енді Алла қаласа, осы жылы одан да ауқымы кеңейіп. Биыл енді жаңағы бір айлық іс-шарада бізде 7000 домбырашы қатысады деп ұйғарылған. Сондықтан жаңа ауданға солай сандар бөліп тастадық. Амандық болса, іс-шара керемет болады деп ойлаймыз. Барша осы домбыраны қазақ халқы емес, барша әлем тартса, домбыраны тыңдаса, керемет. Барша өзі сізбен біздің арманымыз ғой. Ұлықталып жатса, оның өзі бір керемет емес пе? Ал енді сұхбатымызды әрі қарай жалғастырсақ, жалпы әр қазақтың төрінде болатын домбыраны енді үйрену әрбір қазақтың парызы деп білемін жеке өз басым. Ол үлкен болсын, жас болсын, кез келгенде кеш емес, үйренуге. Қалай үйренуге болады жалпы? Ересек адамдарға болсын, мына 20-дан асқан жандар болсын, мүмкіндік бар ма қалада? Тамаша сұрақ. Бұл сұраққа мен былай деп жауап берер едім. Бізде Мирас мәдениет сарайында жеке жұлдыз домбыра студиясы ашылған болатын. Оған уже 5-6 жыл болды. Сол домбыра студиясындағы жетекшісі Айгүл Абайқызы, қазір біздің байланыста боламыз сол кісімен. Сол жақында айтып жатыр, бізде 50-ден асқан кісілер ұсыныс жасап жатыр дейді. Мынау акцияны естіпті, бізде домбыра үйренгіміз келеді, кім үйретеді, қанша тұрады деген. Біз мысалы дүйсенбіден жұма аралығында жұмыстамыз, жай күндері, демалыс күндері үйретуге мүмкіндік бар ма деген сұрақтар түскен екен. Содан жаңаға Айгүл Абайқызы сенбі күндеріне сабақ қойған. Тегін сабақ жүргізіледі қазір. Акцияға қатысып, атсалысамыз деген кісілер болса, сол жұлдыз студиясына хабарласып, сенбі күндеріне сабақтарға жазылуға болады. Бұл да бір керемет мүмкіндік емес пе? Өте керемет мүмкіндік, Себебі осы көбінесе абайша айтқанда қолымды мезгіліне кеш сермедім дейді ғой, мысалға. Жас кезінде мән бермейтін, мысалға осы бір ұлттық құндылықтарды есейген сайын, ержеткен сайын ойына түйеле береді ең бастысы. Ал жалпы енді домбыра үйрену, жалпы орташа есеппен қанша уақыт алады, мысалы, көрермендердің қызығушылығы бойынша? Енді ниет болса, адамда 1-2 жетіде жеңіл желпі күйлерді үйрену мақсат қойылса, адамға тез үйреніп кетеді. Өйткені ол тек қана ұстазбен отырғанда ғана 1-2 сағат үйренген мен жауып тастамай, үйге барғанда да жиі ойнап, жаңа ұйқының алдында да, таңертеңде, мысалы ұйқашар сияқты өздеріңізге жасап, жаңа ойнап жатсаңыздар, адамның яғни есінде жақсы сақталады ғой, қолда жетік болады. Сондықтан үзбей ойнаған дұрыс. Мынау Мелістер білетін шығар, студенттер ғой енді. Оларда осындай тәжірибе бар екен. Яғни тек қана ұстазбен шектелмей, үйде де қосымша жаңа ұмытылып қалған жерлер болып жатса, қазір интернет бар. Интернетті ашып, күй үйрететін нелер бар, жаңағы жігіт қыздар бар. Солардың оқуларын ашып, қарап алуға болады. Мына жер мында екен ғой, кеше апай көрсетіп еді, мен ұмытып қалыппын ғой деген сияқты, еске түсіріп, ары қаратай ойнап кетуге беруге болады. Мүмкіндік көп. Ал енді Мелс, осы домбыраны үйренген кезде 9 жасында бастадың, домбыра үйренуді. Жалпы өзіне бір қиын соққан, немесе бір есте қалған күй болды ма жаттаған кезде? Қиын соққан, есте қалған ол балбырауын деп есептеймін. Себебі ең басында жеңіл күйлерден бастамай, дәл балбырауынан баса күткен кезде қиын болды маған. Сонысымен есте қалды. Бірақ қазіргі таңда еңбектің арқасында жетік меңгердің. Жақсы. Ал енді осы қызығушылық қаншалықты осы өзінің ортаңда домбыраға деген, мысалға жиындарда өзің болат шығарсын, сахналарда көрініп жүретін шығарсын, сол кездегі қатарластарының қызығушылығы қандай? Қызығушылығы өте жоғары, барлығы таңғалып қарайды, себебі үнемі концерттерде жүресің, домбырамен көптің аузында жүресің, сондықтан да қызығып қарайды өте.
Ал енді бір тағы бір күйден болса, осы бір күймен ғана шектеліп қалмай, осы бағдарламамыздың төрін тағы бір кереметте әсем күймен баурап алсаң. Тобыл Торғай өңірінің күйшісі Нұрхан Ахметбековтің жеңіс күйі. Мархабат. Бәрекелді, мінекей күйдің қанша жерден тыңдай берсең де өзінің бір қадір қасиеті жоғалмайды. Керемет, осы енді Мұрат ағамыздың аузынан естіген бір жақсы сөз бар. Күйдің осы қанша заман талабы өзгерсе де, қанша өнері өзгерсе де, күй өзгермейді дейді. Әннің ырғағы өзгеруі мүмкін, заман талабына сай сөздері өзгеруі мүмкін. Мысалға киноны айтатын болсақ, оның да жанры бөлек, оның жазылуы бөлек деген секілді. Ал домбыра, күй өнері жалпы Құрманғазы қалай шығарып кетті былай айтқанда, әлі күнге дейін сондай нотада сол күйінде сақталып келе жатыр. Сол бойынша пікіріңіз қандай? Ол әрине керемет күй деген ерекше бір өнер. Шынымен де ата бабамыз домбыраны қасиетті дейді, шынымен қасиетті. Мен бір қызық жағдайды айтып кетейін. Мен Мирас мәдениет сарайында істеген жылдары жаңағы Қорқыт атамыздың тақырыбында бір іс-шара дайындадым студенттермен. Сол студенттерге дайындап жүргенде неше түрлі қобыз туралы аңыздарды бәрін талыңдап алып балаларға көрсетейін, енді қызық қой деп соны дайындаған едім да, сосын экранға қоятын жаңағы Қорқыт атаның қобызбен отырған бейнесін тауып суретін сөйтіп дайындадым, экранға қоямын деп. Енді бір айналып келсем, жаңағы сурет менің жаңағы экрандағы рабочий столымда қалып қойыпты. Мен оны жаңа настройка жасап әдейі қойған жоқпын. Сонда қасымдағы үлкен кісілер айтады, саған жаңағы мынау бабамыз біздің риза болып жатыр ғой. Өзі кәдімгідей тұрып қалғандай біз таң қалдық соны бір. Шынымен де жаңа қобыз болсын, қазақтың домбырасы болсын, өте киелі аспаптар. Сондықтан оны мәртебесін көтеру біз жаңа ұрпақтың міндеті деп ойлаймын. Өте орынды айтасыз, себебі кие деген дүние бар, киесі осы бір домбыра мен қобыздың жалпы қазақ өнері, қазақтың өнері жалпы осындай аспаптарға бай ғой. Жетігені бар. Дауыл болсын, сазсырнайы болсын, кез келген атай берсек, оның уақыт жетпейді эфирға. Сондықтан да осы әрбір өнерді ұлықтап, осы бір атадан қалған мұра енді келешек буынға да үлгі болып, осындай бір таза, пәк түрінде сақталып қалса, сізбен біздің міндетіміз, сізбен біздің осы бір аға буындық, орта буындық парызымыз деп білеміз. Ал енді жалпы осы эфиріміздің мәресі енді бағдарламаның уақыты шектеулі, өкінішке орай, себебі айта берсек оған көп айта беруге. Ал енді осы екінші камера сіздердің құзырларыңызда айтып, тілектеріңіз болса, алғыстарыңыз болса, ұйымдастырушылар болатын болса, мархабат. Сізден бастайық. Біз енді мынау ұлттық домбыра күніне арналған шараларды ұйымдастырушылары ретінде облыстық әкімнен жаңа тапсырма алдық дедік қой. Ол барлық аудан қалалардың әкімдеріне де
тапсырылды, міндет етіліп. Сондықтан білім саласындағы, мәдениет саласындағы азаматтар осы жұмыстарды ұйымдастырып, жаңа домбыра үйренем деушілерге қандай да болса жағдай жасап жатыр. Сондықтан менің үлкен бір тілегім барлық мектеп оқушылары, ұстаздар, қай саланың маманды болмасын, бәріңізде келіп, қазақы намысымызды оятып, жаңа домбыра студиялары әр мәдениет үйлерінде ашылып жатыр, кружоктар ашылып жатыр. Сондықтан бәріне қатысып үйреніңіздер, осы біздің үлкен керемет шарамызға қатысыңыздар деген тілек білдіргім келеді. Ол Мелс өзінің қатарластарына айтар кеңесім болса, сәлем жолдап қойсан мархабат. Менің айтарым, домбыра күніне дейін әлі уақыт бар. Сондықтан да домбыра тартып үйреніп, осы іс-шараға атсалысқандарыңызды қалаймын. Және де домбыра үйренсеңіздер, ешқашан өкінбейсіздер. Ай, бәрекелді. Мінекей 90 ауыз сөздің тобықтай түйді, Мелстің бір ауыз сөзіне жатыр, иә? Бәріміз үйреніп, жалпы осындай бір ұлттық аспапты ұлықтап, өзіміз де ұлықталып жатсақ, ол нұр үстіне нұр емес па? Сондықтан да атадан қалған мұра, бізге де мұра, келешек ұрпаққа да мұра болып қалар сөзсіз. Осы уақыт бөліп келгендеріңізге көптен көп рахмет айтамыз. Кереметтей сырлы сұхбат болды. Алдағы уақытта жұмыстарыңыз, жобаларыңыз жемісті болсын дегім келеді. Ойға алған жобаларыңыз барлығы жақсы болсын. Мелс шығармашылығыңыз шыңдала берсін. Өсіңіз, жетіліңіз, тасқынданыз. Енді алдағы уақытта да кездесеміз деген үміт бар. Қадірменді көрермендер, олай болса бағдарламамыздың бірінші легінің қонақтарымен эфир өз мәресіне жетті.